Сәлем достар, маған келіп түсетін сұрақтардың көпшіліктерінің бірі ол логистика түрін шатастырып алыппыз. Товарымыз қайда кеткенін білмейміз, сайт отслежкада шықпай тұр тәрізді сұрақтар өте көп қойылады. Бүгін сол сұрақтарды талдайтын боламыз. Мен алдыңғы сабақтарда сіздерді 4 түрлі логистика тәсілімен таныстырған болатынмын. Яғни ол логистика түрлері арқылы товар алдырсаңыз, карго код қажеті жоқ, тікелей сізге қазақстандық адресін жазу арқылы жеткізіп беретін болады. Бірақ та осы логистиканы таңдаған кезде көптеген қолданушылар галочканы дұрыс белгілемей шатастырып алып жатады. Біздегі ең танымал қазіргі тасымал жасайтын карголардың бірі ол жаңа пост. Жаңа пост Pinduoduo платформасымен ресми серіктес болғаннан бері біз товарды $4.6 алдырып жүрміз. Және де Inexpert каргосы өздерінің сайт отслежкаларын жаңа пост деп өзгертіп шығарған болатын. Бұл өте тиімді қосымша. Мұнда тапсырыс деген бетінде бүкіл заказ берген заттарыңыз шығып тұрады. Қоймада, неше жолда, бөлімшеге жеткізілді ме, соның барлығын көріп отырсаңыздар болады. Мысалға, менде қазір бөлімше дегенде 12 товар тұр. Енді тек филиалға барғанда ғана емес, үйде отырып алдын ала сіздер осы товарлардың доставкасына төлем жасап қоясыздар. Қазір сіздермен бірге оплата жасайық. Бұл товарларға мен 14 сентябрьде заказ бергенмін. Товарлар 13 күнде жеткізілді. Ең астындағы топтық төлем жасау таңдау деп басамын. Галочка қоямыз. Картаңыздың нөмірін енгізуге болады, немесе бірден Каспиге өтсеңіздер болады. Каспи арқылы оплата жасаймын. Доставкасы 5502 теңгеге шықты. Каспи арқылы төлеу. Каспиге өтеміз қазір. Номер заказа деп сіздерге ағылшын әріптермен заказ нөмір шығады. Жалғастыру. Счет оплата шығып тұр 5502. Төлем жасалды. Енді қайтадан жаңа пост қосымшасына кіреміз. Тапсырыс деген жанда QR кодты басамыз. Бұл сіздің товарларға оплата жасағаныңызды дәлелдейтін QR код. Соны филиал менеджеріне көрсетесіз. Сол арқылы товарыңызды алуға болады. Мұнда менде алуға болатын сәлемдеме саны 10 деп тұр. Осындай қателіктер болуы мүмкін, себебі қолданушылар өте көп болғандықтан кішкене сбой болып жатыр. Енді мен бөлімше дегенге кірейін. Бұл жерде 12 товар көрсетіліп тұр екен. Алайда товарларыңызды санап шықсаңыздар болады. Мұнда 10 товар менде. Яғни 10 товарға оплата жасадым. QR кодта осылай алуға болатын сәлемдеме саны 10 деп шығып тұр. Кез келген этапта алдын ала төлем жасап қойсаңыздар болады. Мысалы, жеткізілуде осы жерде де топтық төлем жасау батырмасы бар. Кей жағдайда товарыңызды жаңа пост арқылы берсеңіз, грузовик белгісіне өтсе де, сайт отслежкада көрінбей тұруы мүмкін. Егер де адресті дұрыс қойып, жаңа пост деген галочканы белгілесеңіздер, онда уайымдамасаңыздар болады. Товарларыңыз міндетті түрде шығады. Менде де алдыңғыда осындай жағдай орын алған болатын. Мына екінші товардың астында жаңа пост деген жазуы болған жоқ. Карго атауын көру үшін осы товардың фото суретінің басып ары қарай кіреміз. Сол кезде мына жерде жаңа пост деп логистика түрі тұрады. Егер де қандай да бір тағы да күмәніңіз болса, онда служба поддержкаға жазсаңыздар болады. Ол үшін ең үстінде тұрған көк жазудың үстінен басамыз. Басу арқылы осылай служба поддержкаға өтеміз. Қандай товардың бойынша күдігіңіз бар, соны скриндеп жібересіздер. Мен алдында бір товарымды жібергенмін. Осылай мына жерде жаңа пост деген карго атауы көрсетілмей тұр екен, менде соны жазып жібердім. Олар маған сіздің товарыңыз біздің складқа жеткен соң сканерленеді. Сол кезде міндетті түрде Pinduoduoдан қазақша шығады деп жауап қайтарған болатын. Және 2 күннен кейін менің товарым жаңа пост қосымшасына түскен болатын. Көптеген қолданушыларда тағы бір кездесетін қателік ол логистика таңдаған кезде галочка белгісін қоймай ұмытып кетеді. Сол себепті басқа логистика түрі арқылы товар тасымалдауға өткізіледі.
мысалға мына товардың оплатасына өтейін. Осы жерде менде жаңа пост деген таңдалып тұр, галочка қойылып. Кей жағдайларда қолданушылар экспресс дегенді таңдап қояды. Осы жерге галочка қойсаңыздар, онда бұл басқаша жеткізу әдісі. Бұл жерде товардың килограммына 4,6 доллармен оплата жасайсыздар. Жеткізілу күні 10-14 күн. Алайда, егер де товарыңыз 100 грамм болса, 200 грамм, 500 грамм, яғни 1 килограммға жетпесе де, барлық товарды 1 килограмм ретінде алып 4,6 доллармен есептей беретін болады. Сол себепті, егер де өте ұсақ товарларға заказ берсеңіздер, біраз доставкасына артығырақ шығын шығады. Енді қателесіп, егер де осы логистика түрімен алдырған болсаңыздар, онда мына жердегі жазудың үстінен басамыз. Филиал адресі деген, осы жерде өзіңіздің филиалыңыздың адресі тұрады. Сол жерге офиске барып товарларыңызды алсаңыздар болады. Мен Шығыс Қазақстан облысы деп өзімнің қазақстандық адресімді көрсеткендіктен, тек осы облыстағы филиалдар адресі көрсетілген. Сіз қай облыстасыз, сол жердегі жақын маңдағы офистерді сізге шығарып береді. Мысалға, Өскемен қаласы, мұнда адресі жазылған, Астана көшесі, 1-ші этаж, офис 1 деп. Жұмыс уақыты дүйсенбі, жұма күндері сағат 9-дан 6-ға дейін. Осылай өздеріңіздің филиалдың складына барып, товарыңызды алсаңыздар болады. Кей кездерде сізге менеджерлер өздері хабарласып, товарларыңызды алып кетуді сұрайды. Сондай-ақ геоданы деген жерге кіріп, өздеріңіздің карго адрестеріңізді алдын ала тексеріп алсаңыздар болады. Мұнда барлық карголар менде көрсетілген. Мен қазақстандық адреске галочка белгісін қойдым, себебі жаңа пост арқылы товарға заказ салып жүрмін. Жаңа пост филиалдары көбінесе ірі қаларда ғана орналасқан. Алайда қазір көптеген ұсақ райондарда, яғни аудандарда өздерінің карголары ашылып жатыр. Егер де сіздің районда карго болса, онда сол каргоның менеджеріне жазып, өзіңізге жеке код және де адресті алуларыңыз қажет. Содан кейін сол код пен адрес арқылы осы жерге тіркеп қоюыңыз керек. Егер де адрес тіркеу бойынша көмек қажет болса, онда маған Инстаграмға немесе WhatsApp желісіне өтсеңіздер болады. Егер сізге ақпаратым пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер, әлде талай пайдалы ақпараттарды ұсынатын боламын.